Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз су тіршілік көзі, есептік және реттік сан есім. Бүгінгі сабақта сенің білетінің мәтін тақырыбы мен негізгі ойы, есептік және реттік сан есімдер. Сенің меңгеретінің мәтін тақырыбы мен негізгі ойын анықтау, есептік және реттік сан есімдерді ажырату. Ендеше балалар, алдымен сан есім дегеніміз не еді? Есімізге түсірейікші. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады, иә? Мысалы, 5, 2, 30, 45. Сан есім сөз табы мағынасына қарай есептік, реттік, жинақтық, бөлшектік, болжалдық және топтау сан есімдері болып бөлінеді балалар. Ал бүгінгі біздің танысатынымыз есептік және реттік сан есімдер. Ал енді балалар, суретке назар аударамыз. Суретте неше жеміс бейнеленген? Және суретте қанша кітап бар деп ойлайсыздар? Соңғы суретке назар аударамыз. Неше стақанға су құйылған? Өте жақсы балалар, дұрыс айтасыздар. Демек балалар, қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді есептік сан есімдер дейді екенбіз. Жаңағы біздің айтып өткен суреттердегі жемістер, не болмаса оқулықтардың саны, стақандардың саны барлығы да бізде есептік сан есімдер бола алады екен. Ал енді балалар, суретке назар аударайық. Суретте балалар билет бейнеленген екен, иә? Автобустарда, қоғамдық көліктерде берілетін билеттер. Мұндағы сөздерге назар аударайық. Онда 4-ші қатар 15-ші орын, 4-ші қатар 13-ші орын, 4-ші қатар 14-ші орынның билеттері берілген екен. Бұлар балалар, біздің айтып жатқанымыз жаңағы 4-ші қатар, 15-ші орын, не болмаса 13-ші орын, 14-ші орын деп отырғандарымыз реттік сан есімдер болады екен. Ендеше ережесін тыңдайық. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. Мысалы, 5-ші, 6-ші, 7-ші. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інші, нышы, ніші жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Оқулықпен жұмыс 83-ші бет 35-ші жаттығу. Таза бұлақ. Мәтінді балалар өз бетімізше оқып шығамыз. Соңында берілген сұрақтарға ауызша жауап беруге тырысамыз. Енді балалар, осы мәтінде мән беретін жайт қарамен берілген сөздер екен. Осы екі сөзді сан есімнің түрлеріне жіктеп көрейік, Мәселен, 3 сөзі. Сұрақ қойып көрейікші. Неше жолаушы? 3 жолаушы. Демек, есептік сан есім болады екен. 1-ші. Сұрақ қоямыз. Нешінші? 1-ші жолаушы. 1-ші сөзі бізде реттік сан есім бола алады екен. Өте жақсы балалар. Балалар, 84-ші беттегі 36-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді көркем жаз. Сан есімдерді тап, олардың есептік немесе реттік екенін ажырат. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Ал ендеше балалар, сіздерге тапсырма, сан есімдерді тауып, тиісті сызықпен сызамыз. Енді балалар, 37-ші жаттығуға қараймыз. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. Реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның 2 түрлі нышы, ыншы болу себебін түсіндір дейді. Балалар, бұл тапсырманы әрбір оқушы өз бетінше орындасын.
Балалар, біздің ортақ тақырыбымыз су тіршілік көзі. Сусыз өмір жоқ, жер бетіндегі тірі ағзалар суда пайда болған. Ежелгі өркениеттің бәрі су айдынының, өзен, теңіздердің жанынан табылған екен. Судың әртүрлі қалпы бар: жаңбыр, ұлпа-қар, өрнекті қар ұшқыны, күнге шағылысқан сүңгі, шәйнектің буы, мұз айдындағы мұз, мұның бәрі су болып саналады. Сондай-ақ сусыз адам тіршілік ете алмайды. Адамның денесінің 70% судан құралады екен. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Қорытындылау ретінде мына тапсырмаларды орындай қойыңыздар. Қанекей өзімізді тексеріп көрелік. Балалар, қорытындылау мақсатында берілген тапсырмаларды орындап, маған жібере қойыңыздар. Мен сіздерді бағалаймын. Оқу тапсырмасы ретінде 85-ші беттегі 38-ші жаттығуды ала қойыңыздар. Мұнда сіздерге жағдаят берілген. Жағдаятқа сәйкес қыздың жауабын сөйлем түрінде жаза қойыңыздар. Сіздерге көмек болсын, бұл біздің су тіршілік көзі тақырыбымызбен тығыз байланысты берілген тапсырма екен. Сондай-ақ қосымша балалар, үйден есептік және реттік сан есімдерге ауызша мысалдар ойластырамыз. Балалар, енді сабақ соңында өзімізді жетістік баспалдағы арқылы бағалап көрелік. Мұнда 1-ден 5-ке дейінгі бағалау шкалалар берілген. Содан тақырыптан меңгергенімізге байланысты сандарды таңдаймыз. Ал олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.